Рахмет әріптестер, қайырлы таң қадірлі көрермен. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай құттықтап, әлемнің әр түкпірінен жылы лебіздерін жолдап жатқан қандастарымыз аз емес. Бүгін Алматы студиясында Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Моңғолиядағы өкілі Қапсаттар Омар мырза. Қапсаттар аға, қош келдіңіз. Моңғолиядағы бауырларымыздың қандай сәлемін алып келіп отырсыз қазақ жеріне? Қазақ елі барлық қандастар, Қарашаңырақтың барлық халқына, Моңғолия қазақтарының атынан бүгінгі сәлемін жолдап, тәуелсіздік мерекелеріңіз құтты болсын. Бәрімізде мерекеміз құтты болсын деп айтпақшымын. 1992 жылдан бері Моңғолия мен Қазақстан Республикасының ортасында дипломатиялық қарым-қатынас орнаған. Екі ел арасындағы достықты өзіңіз азамат ретінде қалай бағалайсыз? Екі елдің ортасында 1992 жылы дипломатиялық қатынас орнатқаннан кейін, енді екеуі де арғы құрылымнан келді ғой, бірдей. Кеңес мемлекетінің лап етіп былай қатынасу жақсы басталып кеткен. Енді о кезде Моңғолияда, мысалы Қазақстан сияқты кеңес мемлекетінің қармағында тура бір республика болмаса да, ресми емес 16-шы республика деп аталып тұрды. Барлық өмір, тіршілік, экономикасы, барлық ел қоғамы бірақ кеңес мемлекетімен байланысты болды ғой о кезде. Бірден енді нарықтық демократиялық жүйеге көшкеннен кейін еркіндік берілді. Тек дипломатиялық қатынастан кейін соның шеңберінде әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық қатынастардың бәрі жақсы басталып кеткен. Көп адамдар Қарашаңыраққа қоныс аударды, 100 мыңнан астам адам келді. Яғни бүгінгі күні Моңғолияда қазақтардың жартысы, ол бір сандық факт емес, жартысы Қазақстанда жатыр. Енді Моңғолияның ең батыс шекарасында тұрады қазақтар. Сол жердің халқының 92% қазақтар болады. Барлық дүниені қазақ тілінде жүріп жатыр. Сондықтан Қазақстанға біз байланыспай, күнделікті қатынас құра алмай тіршілік өмір сүруіміз де қиын. Экономикалық жағынан да көп мүмкіндіктер бар болар еді. Алтайдың мысалы Қобда бетінің тұрамыз ғой біздің енді Моңғолия қазақтары. Бұл жердегі малдың тың табиғаттан жайылым қоректенген сондай мал ұстаймыз бізде. Ана қорадағы жайылымдағы жемдейтін мал емес. Сондықтан оның еті қандай таза, мысалы. Қазба байлық көп бар, мысалы. Күміс бар, бұрын бар, басқа да әртүрлі металдардың бәрі бар. Полиметалл деген сияқты. Солар қазір бүгін қозғалмай сол күймен жатыр. Кейбіреу басталған, енді соған мысалы дәулет кіргізіп экономикалық қатынас жасауға да қалай жақсы мүмкіндіктер болар еді. Бұның бары үстіп жүре берер еді. Әсіресе гуманитарлық мәдени қатынас жақсы. Біздің енді өткен өнеріміз, мысалы театр, музей, кітап, ананың барлық енді ішіндегі халыққа қажетті дүниелері тек Қазақстанмен, қазақ Қарашаңырақпен байланысқанның арқасында ғана іске асып көп көрермендердің көңілінен шығады. Ең бір қиын мәселе екі елдің арасында жер шарында қарағанда шекарасы 54 километр. Біз шекараға келіп, Қызыл кезең деген жері бар, көргенде Қазақстан шекарасын көріп отырамыз. Сөйте тұра 54 километрге біз келе алмаймыз. Ресейдің жерімен 2000 километр жүріп айланып отырып, мұқым Алтай Республикасын, Алтай өлкесін, Батыс Сибірді де баралап отырып деп үстіп Қазақстан жеріне кіреміз. Енді соған байланысты көптеген бөгеттер болады біз. Әр түрлі қатынасты өзінің шегіне жеткізіп, тіпті шегіне жетпесе де белгілі дәрежеде көңіл толатындай өсіріп өркендетуге жеткізуге болатынға бөгет болып отырған сол шекара мәселесі. Моңғолиядағы қазақ мәдени орталығының жұмысы Қазақстанмен тікелей байланысты десек, аса қателеспейміз. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап өздерінің туындыларын жазып жүрген шығармашылық адамдары бар ма? Тәуелсіздікке арналған шаралар жүріп жатыр. Театрда қойылымдар бар, мысалы. Жиі әртүрлі бас қосулар, жиындар болып жатыр. Тәуелсіздікті Қазақстанды насихаттаған, жеткізген. Улан-Баторда отырған Қазақстан Республикасының елшілігімен көп жағынан біздің мәдениет орталығы Қазақстанның дүниежүзі қазақ қауымдастығының өкілдік ретінде біз байланысымыз жақсы. Мысалы біздің альпинисттер Моңғолияның негізгі биік таулары осы Байнелгүйдің жерінде. Ең биік тау Бесбоғда шыңы дейді, Байнелгүйдің жерінде.
соған арнап біздің альпинисттер 25 тауға, мынандай күн қазір енді суып бара жатыр ғой, ол жақта шығамыз деген іс бастама бастап, қазір Жанарбек Ақбиыл деген азаматтың бастауында қазір жастар соған шығып жатыр. Осыдан біраз уақыт бұрын сіздер Монғолиядағы Көксеу деп аталатын этнографиялық топпен Қазақстанның біраз жерін аралап қайтқансыздар. Сол сапар қалай болды, әңгімелей отырсаңыз? Батыс Монғолияның ансамблі анау, содан шыққан сол азаматтардың құрған. Жоңғарлардың, бірақ ол жоңғардың ұрпағымыз деп отырғанымыз жоқ. Көксеу деген сөздің өзі жерді аңсап, көксеп барады дейді ғой қазақта. Сондай атпен қойған болады. Ол фольклорлық көне аспаптармен сол ұштастырған сондай ансамбл. Сол Павлодардан бастап келіп, бірақ Павлодарда, мына Ақмола облысының біраз жерлерін араладық. Қазақ көрермендері жақсы қарсы алды. Мысалы біздің жетіген, қазақ көне өнері жетіген құрал аспап бар ғой, сол сияқтыларда болады. Сыбызғы бірдей, шаңқобыз деген болады. Біздің енді қазақ өнердерінің құрал музыка аспаптарын. Солардың бәрін пайдаланып, мысалы, одан кейін барабан сияқты ұратын нәрселер болады. Осылардың бәрі ұқсастық болды, енді қызық белгілі дәрежеде. Қапсаттар аға, уақытыңызды бөліп студиямызға келгенімізге алғысымызды айтамыз. Екі елдің арасындағы достық қарым-қатынас нығая берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздер Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Монғолиядағы өкілі Қапсаттар Омарұлының әңгімесін тыңдадыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Таңшолпан Астана студиясында жалғасады.